армысыздар қадірлі көрермен. Кейде бір адамның өмір жолы тұтас дәуірінің үнін жеткізетіндей көрінеді. Бүгінгі студиямыздың қонағы сондай жандардың бірі, қазақ тілі мәдениеті қоғамдық бірлестігінің мүшесі, өнерді өмірінің өзегіне айналдырған шығармашылық жан Ахметжарова Жанар Қанатқызы. Жанар Қанатқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Әңгімеміздің алғашқысын өзіңіздің шығармашылық кәсіби жолыңыздан бастасақ. Мен Солтүстік Қазақстан облысы Уәлихан ауданы Қайрат ауылында дүниеге келдім. Орта білім 9 сыныпты аяқтап, осы Көкшетау қаласындағы Біржан Сал музыкалық колледжіне 2003 жылы өнер жолына келіп оқуға түстім. Ол жерде мен дәстүрлі ән бөлімінде оқыдым. Одан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмыс құрған күннің өзінде шығармашылық жолында тоқтатпадым. Музыка әлемінде жүргеніңізге ұзақ жылдар болды. Өзіңіз осы уақытта өзіңіздің сүйікті әніңізбен бағытыңыз қандай? Негізі қазір енді қазақтарда той көп қой, бірақ осы қазақтың тойларында мен қазақи салт дәстүрмен, халық әндерімен жандандырғанды жақсы көремін. Қазіргі таңда өзімнің сүйікті кәсібім, мысалы тойларда қыз ұзату. Жаңағы ертеде ұзатылған қыз қазақтың салт дәстүрі бойынша сыңсуын айтып, өз елімен, өз жерімен қоштасқан екен деп, қазақтың тойларында салт дәстүрмен амалсыз сәукелесін кигізіп, қыздарды құт торына қондырып жатырмыз. Одан басқа қазақтың салт дәстүрлері көп қой, келін түсіру, құда қарсы алу деген сияқты. Бірақ осы өзімнің жақсы көретін ең басты ұстанымым қазақтың халық әндерін жандандыру. Ұлттық салт дәстүрді дамытуға үлес қосып келе жатырсыз ғой. Достық үйі ғимарат емес, ол сан түрлі мәдениеттің тоғысқан мекені. Осы ортадағы этномәдени бірлестіктердің концерттері мен шығармашылық кештеріне қатысып жүрсіз. Содан өзіңізге алып отырған әсеріңіз туралы айтсаңыз. Достық мәдениет үйінде көптеген іс-шаралар, біздің еліміздің достығымызды білдіретін этномәдени ауқымды іс-шаралар өтіп жатыр. Онымен қоса қазіргі таңда қазақ тілі және әдебиет қоғамдық бірлестігінде бізде қазақтың інжу маржанына айналғандай інжу маржан атты вокалдық ансамбль ашылды. Қазіргі таңда жұмыстар жүргізіп жатыр, біршама іс-шараларға қатысып жатыр. Інжу маржан вокалдық тобының жетекшісі Жүсіпалина Орынтай Мүсәлімқызы. Ол кісі көп мәдениет жолында өз өмір жолын арнаған кісі, көп жылдар бойы қызмет еткен мәдениет жолында. Қазіргі таңда сол інжу маржан деп вокалдық топтың атауын беріп, сол жерде қызметін атқарып жатыр. Ол кісілер 6 ай шамасы болып қалды осы мекемеде ашылғанына. Оған қарамастан көптеген іс-шараларға қатысып, байқауларға қатысып жүрген жайлар бар. Өнер адамы үшін үнсіздікті бір әуен. Жаңағы музыкадан тыс сәттеріңіз қалай өткізесіз? Өзіңіздің бір сүйікті хоббиіңіз бар ма? Шығармашылықпен бөлек айналысатын сүйікті істеріңіз бар ма? Сол жайында қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы мен ойлаймын, что адам дүниеге келгенде оның бойына бір қасиет, өнер береді. Жаңағы ән салу деген сияқты өнер менің тума бойыма біткен қасиет деп білемін. Сондықтан маған өзіме қатты ұнайды. Одан басқа менде басқадай жеке айналысатын хоббиім жоқ. Осы шаршап тұрғанда ән айтсам, мен кәдімгі өзіме демалып қаламын. Сондықтан білмеймін, енді қазіргі таңда бірінші орында отбасы дегендей, сол отбасымен осы кәсіби шеберлігімді бірге алып жүрмін. Әлеуметтік желіде өзіңіздің жеке бір блог жүргізіп өміріңізді көріп отырмыз. Ол жағынан қалай? Ол енді сондай өзімнің бір нем жоқ, енді сондай блог жүргізейін, адамдарды өзіме қаратайын деген. Бірақ кейбір салған видео нелерім көпшіліктің алдына шығып кетіп жатыр. Көп қаралым. Жақсы, сәттілік. Жанар Қанатқызы ойлы әңгімеңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің подкастымыз осымен тәмам. Алдағы кездескенше сау саламатта болайық.